Баршаға сәлем. Бүгін 129 сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы сандар мен шамалар. Бұл сабақта сандар мен шамалар тақырыбындағы материалды қайталаймыз. Бірінші есеп жаз. А. Бір таңбалы сандар тізбегін кеміру ретімен, А. Толық ондықтар тізбегін өсіру ретімен, Б. Толық жүздіктер тізбегін кеміру ретімен. Біз дәптерге орындадық. Бір таңбалы сандар тізбегін кеміру ретімен А. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Әсінде толық ондықтар тізбегін өсіру ретімен 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Бысында толық жүздіктер тізбегін кеміру ретімен жазу керек. 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100. Екінші есеп цифрмен жаз. А. 46, 72, 90. Ә. 5 ондықтан және 3 бірліктен тұратын сан. Дәптерге орындадық. 46, 72, 90 цифрмен жаздық. 5 ондықтан және 3 бірліктен тұратын сан бұл 53. Үшінші есеп өрнекте. А. 3 дециметр 9 сантиметрді сантиметрмен, 70 метрді дециметрмен, 47 сантиметрді дециметрмен және сантиметрмен. Ә. 3 центнерді килограммен, 200 килограмм центнермен. Б. 1 тәулік 5 сағатты сағатпен, 95 минутты сағатпен және минутпен. Асында 3 дециметр 9 сантиметрді сантиметрмен өрнектеуіміз керек. 3 дециметріміз 30 сантиметр болады. Оған 9 қоссақ 39 сантиметр болады. 70 метрді дециметрді өрнекте деген 1 метрде 10 дециметр бар болғандықтан 70 метрде 700 дециметр болады. 47 сантиметр дециметр және сантиметрді өрнектеуіміз керек. 10 сантиметрде 1 дециметр бар болғандықтан 40 сантиметрде 4 дециметр болады. Сонда жауабы 4 дециметр 7 сантиметр. Әсінде 3 центнерді килограмман өрнекте деген 1 центнерде 100 килограмм болғандықтан 3 центнерде 300 килограмм. 200 килограммды 2 центнермен өрнектейміз. Бысында 1 тәулік 5 сағатты сағатпен өрнектеуіміз керек. 1 тәулікте 24 сағат бар. Оған 5 сағатты қоссақ 29 сағат болады. 95 минутты сағат және минуттарды өрнекте деген 1 сағатта 60 минут бар болғандықтан 60 минутты 1 сағатты жазғанымызда 35 минутты минутпен өрнектейміз. 1 сағат 35 минут болады. Төртінші есеп амалдарды орында. Жақшаның ішінде 60 қосу 40, азайту 90. 60-қа 40-ті қоссақ 100 болады. 100-ден 90-ды азайтсақ 10. 2 көбейту 8-іміз 16. Оны 4-ке бөлетін болсақ 4 болады. 4-тен 3-ті азайтсақ 1. 3 көбейту 6 қосу 2 бөлу 4 болады. Жақшаның ішін бірінші орында боламыз. 3-ке көбейтеміз 8-ді. Оны 4-ке бөлеміз. 24, 4-ке бөлсек 6 болады. 35-ке қосамыз. 27 азайту 7-ні. 20 шығады. 35-ке 20-ны қоссақ 55. 28 4-ке бөлсек 7, оған қоссақ 27-ні 34 болады. 4 көбейту 9 азайту 8, қосу 5 екен. 9-дан 8 азайтсақ 1, 4-ке көбейтетін болсақ 4 шығады. 4-ке 5 қоссақ 9. Бесінші есеп амалдарды орында. 6 метр 5 дециметрге қосамыз. 7 метр 9 дециметрді 13 метр 14 дециметр болады. 10 дециметрді 1 метр бар болғандықтан оны 13-ке қосамыз. 13-ке 1-ді қоссақ 14 метр 4 дециметр болады. 3 тәулік 8 сағатқа 7 тәулік 20 сағатты қосатын болсақ 10 тәулік 28 сағат болады. 1 тәулікте 24 сағат болғандықтан оны 10-ға қосамыз 24 сағатты. Сонда 11 тәулік 4 сағат болады. 9 сағат 6 минуттен азайтуымыз керек. 5 сағат 36 минутты. 6-дан 36-ны азайтуға болмайды. Соғындықтан 9 сағатты 8 қосу 1 сағат деп жазып алып, оның 1 сағатын біз 60 минут деп есептейміз. Сонда 8 сағат 66 минут болады. Одан 5 сағат 36 минут азайтатын болсақ, 3 сағат 30 минут қалады. Кейінгісі 7 дециметр азайту 3 дециметр 5 сантиметр. 7 дециметрді 6 дециметр 10 сантиметр деп жазып аламыз. Өйткені 1 дециметрді 10 сантиметр бар. Одан 3 дециметр 5 сантиметрді азайтатын болсақ, 3 дециметр
5 сантиметр қалады. Кейінгісі 7 килограмм көбейту 4 қосу 39 килограмм. 7-ні 4-ке көбейтсек 28 килограмм болады. Оған 39 килограммды қоссақ 67 килограмм. 1 центнерден азайтуымыз керек 8 килограмм көбейту 5-ті. 1 центнер 100 килограмм деп жазып аламыз. Одан азайтамыз 8 5-ке көбейтсек 40 килограмм болады. 100-ден 40-ты азайтсақ 60 килограмм. Осымен бүгінгі 129 сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.